Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін оливье және де пачуба салатын жасайтын боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен керекті өнімдерімізді дайындап аламыз. Тарелкемізге үгіткіштен қайнатылған картопымызды өткізіп саламыз. Осылай түзулеп, әсемдеп, бетіне тұзымды сеуіп, үстінен майонезімді жағамын. Келесі кезекте балығымызды саламыз. Мен осындай селедка в масле қолданамын. Өте дәмді болып шығады. Шпрот қолдансаңыздар да болады, және де қызыл балық қолдансаңыздар да болады. Келесі кезекте қайнатылған сәбізімді үгіткіштен өткізіп осылай салдым. Бетін әсемдеп, туралап, бетіне майонезімді құямын. Келесі кезекте үгіткіштен жұмыртқаның ақуызын өткізіп саламын. Үстінен тағы майонезімді сеуіп, енді қайнатылған қызылшамды өткізіп, бетіне салып, әсемдеп қойып шығамын. Тағы да майонезімізді себеміз, бетіне бір келкетіп, жақсылап жағып шығамыз. Ендігі кезекте үгіткіштің майда көзінен жұмыртқаның сарыуызын өткізіп салып шығамын. Мінекей менің салаттарым дайын болды. Оливье салатының рецептісі менің каналымнан таба аласыздар. Сол себепті бұл жаққа түсірмедім. Ал пачуба салатының рецептісі осы описанияда толық рецептісін қалдыратын боламын. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көруге кеңес беремін. Дәмі өте керемет болып шығады. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған мен Асия.